Так, бәріңіз саламалейкум достар, сендермен бірге болмайын Бека достар. В общем, бүгінгі видеода достар мен сендерге әлемге әйгілі Роналдоның аккаунтын көрсететін боламын. Сендерге видеоны лайктарын басып арнаға тіркеліп отырыңдар достар. Және де достар, бізге 500 подписчикке өте аз қалды. Давайте жеткізіп тастайық енді. В общем, жігіттер, енді мені 90% адам 5 подписка қарайды екен. Давайте бәріміз подписаться етсекші, сол 90% адам бәрі маған подписаться еткенде біз же 20 мың, 30 мың, 100 мың болып кетуіміз мүмкін еді достар. В общем, сендерге видеоны лайк басып арнаға тіркеліп отырыңдар достар. Және ең үздік комментарияға мен достар, ең керемет комментариямен өзім 500 алмас салып беретін боламын достар. Так что достар, енді арнаға тіркеліп лайктарын басып енді кереметтей комментарияларын жазып кетіңдер. Ал ондай болса біз видеомызға кеттік. Ал енді достар, енді біздің ең бірінші аккаунтымыз осы аккаунт достар. Қарап кететін болсақ достар, енді 1 сағат бұрын ойнаған екен достар. Енді Сұлтан Просседо қазір аккаунтына кіріп қарайтын болсақ достар, что-то интернет қуып жатыр енді. Так достар, аккаунтына кіріп қарасақ достар, ема достар 927 мың лайк бар. Емана үстіндегі біздің СНГ әлі шыққан жоқ кем ғой. Тағына қолында бір XM8 тұр енді. Қандай XM8 екен ау? Енді так скачать ететін жер қай жер? Вот. Так, еман сұрны чуза XM8 мынандай XM8 бар ма не? Біздің СНГ-да шығарды ма не достар? Ема просто ойбай мынау петух деп болғандай тауық XM8 мо, тауық XM8 ше, әтеш XM8 болғаны деген. Так, аккаунтта байқамай шығып кеттік, кіріп қарайтын болсақ. Так, енді қайтадан осы 2 сағат тұрып кірема, ема. Так, қарайтын болсақ достар, қолында достар тауық XM8 бар екен. Ема достар, мынау деген потолок қой, мынау деген қалай ол достар, қолында тауық XM8 болуы мүмкін деймін да. Так, қанша пропуск алған екен бұл өзі деп қарайтын болсақ, пропуск ема достар 55 мың, 40 мың, 50 мың. Ема достар, аямай пропусктар ала берген ғой. Ё-моё, мынау деген прям потолок екен ғой достар. Енді базар жоқ достар, енді прям четко екен мына аккаунтта деген тауық XM8 мында базар жоқ екен достар. Енді біздің СНГ-ға шығарса осыны түсіріп алатын шығармын деген. Енді потолок қой ол деген ше, тауық XM8 деген достар. Так, екінші аккаунтқа келетін болсақ, ставить ететін боламыз енді. Сендер давайте осы аккаунтты ашқанша сендер лайктарын басып арнаға тіркеліңдер десем, бұл аккаунт ашылып кете қояды ғой короче. Так, енді аккаунтына кіріп қарайтын болсақ, изучать етіп қарайтын болсақ достар, бұда да не бар екен өзі. Бірақ бұның бір қызық жер достар, левел достар, қараңыздар достар, 100 уровень достар, 31 мың лайк, 100 уровень. Енді мынаны бүйтіп шығады екен. Прикиньте достар, еба достар, мына қолында да тауық не ғой, не даты? Тауық XM8 ғой, еба достар, тауық XM8 енді СНГ-ға. Осы біздің СНГ-ға шыққан ба екен, әлі шықпаған ба екен, енді қалай екен достар. Енді осындай енді аккаунт болды достар. Бұл енді біздің екінші аккаунтымыз ғой, епайды. Екінші аккаунт енді 100 уровень еще 31 мың лайк бар екен. Пропускқа келетін болсақ, пропустарды тамаша етіп алған десек, енді пропустар нормально енді алып, нормально өзіне ойнайды деген. Енді бірақ 100 уровень деген ол қалай ол достар? Енді потолок. Давайте достар, сендер арна тіркел лайк басып отырыңдар. Осы видеоның соңына қарай ма, мен бір жеріне Роналдоның аккаунтын көрсететін боламын достар. Может, осыдан кейін көрсетіп қалам, немесе соңына қарай көрсетіп қалам. Сондай болуы мүмкін. Так что видеоның басынан до конца қарап отырайық достар. Енді так, енді осындай аккаунт болды достар. Үшінші аккаунтымызға келетін болса, үшінші аккаунтымызға осындай аккаунт кімнің аккаунты десеңіздер достар, бұл деген давайте тауып көріңізші кімнің аккаунты бұл достар. Енді әрине бұл бір ютубер болған кезінде әлемге танымал десе де болатын бір ютубер бар еді достар. Прям Free Fire'да прям четкий ойнайтын, монтажының өзі I1 еді достар. Бұл соның аккаунты, енді аты да ник де сол сондай болып тұр. Енді сенбесеңіздер, неге ютубқа кіріп болса Руок деп жазып көрсеңіздер шығады достар. Так, бірақ рет болған достар. Еще бұның достар айтайын ба, несі керемет, бұның пропусына кіріп қарайтын болсақ, пропусын бір короче достар, прикиньте, бәрін бір етіп ала берген ғой. Енді осындай аккаунт болды. Енді 87 мың лайк бар екен достар, почти 88 мың лайк, 100 мың лайк дей берейік достар. Енді бұл енді легенданың ішіндегі легендасы ғой достар. Енді бірақтан бүткіл пропустан бір етіп ала берген, вообще Free Fire ойнамаған секілді ғой достар. Енді осындай аккаунт болды десе де болады короче. Енді достар, қазір енді мен сендерге енді так
давайте достар, енді сендерге енді соңғы аккаунтымды көрсетіп кетейін. Енді бұл аккаунтты көрсетпей жатып арнап тіркеліп лайк басып отырыңдар достар. Бұл аккаунт достар әлемге танымал, кім деп ойлайсыздар достар? Және басылым видео айтым, Криштиану Роналдоның аккаунты достар. Криштиану Роналдоның аккаунты достар. Ол кім? Осы видеоны до конца қарады, осы жерге дейін қарады. Давайте комментарияға Роналдо топ деп жазып кетейікші достар. Роналдоның фанаттары бар ма екен өзі? Роналдоның фанаттары бар болса, комментарияға Роналдо топ деп жазып кетіңіздер достар. Еще достар, прикиньте, 714 мың лайкі бар екен. Пропстан астында элитный пропстан бәрін алған екен достар. Қараңызшы, 50 деп. Біраған 74 там еще 170 230 етіп алған екен достар. Прикиньте, еще қолымда деген X8 7-ші левелдағы достар енді. Енді айдин айтсаңыздар 1-0-0-0-0-0-2 ғой достар. Прям четкий айдио қарасаңыздар достар. 1-0-0-0-2 ғой, короче. Енді осындай аккаунт болды достар. Криштиану Роналдоның енді керемет адам, короче, я. В общем, соның аккаунты осы болды достар. Енді прям потолок деседің, потологы ғой достар. Өзін қойып деші. Енді қолындағы X8 айван ғой достар. Еще 7-ші левелға, прикиньте достар, бұл Free Fire'да ойнап жүрмекен, әлі ойнап жүрген жоқ беген, белгісіз, короче. Енді достар, біздің осымен видеомыз аяқталды. Видеоңызға лайк басып арнап тіркеліп кетейік. В общем, жігіттер, давайте, пока всем.